Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай бір банкаға бәрін салып тұрып пісіретін, өзі екі түрлі қылып ұсына беруге болатын тамақ түрін дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қалаған адам сорпа күйінде ішуге де болады. Болмаса осылай жанына күріш, картоп қайнатып ұсынуға да болады. Витаминдері өзіне сақталып қалатын, ешқандай су құймай пісіретін тамақ түрі болады. Ал онда бастайық. Ең алдымен банкамызды жуып алып, сосын етімізді жуып дайындап аламыз. Қалған заттарымыз сырттарын аршып дайындап алатын боламыз. Бізге керек пияз, болгарский, помидор, картоп, сәбіз, укроп, азырақ чеснок. Ең алдымен керек заттардың бәрін турап аламыз. Өзіңіз еркіңіз қалай турау, өзіңіз қалағандай етіп турап аласыз заттардың бәрін. Барлық затты турап дайындап алғаннан кейін оны банкаларға салып шығатын боламыз. Сәбізді де осылай турап, мен көп сәбіз ашып қойыппын. Сонымен бір сәбізімді алып тастадым. Өйткені балдар сәбізді ұната бермейді. Витамин ретінде саламын. Әрдәм болсын деп. Сәбіз, картоп бәрі өзіміздің огородтан шыққан. Бізде оңтүстік жақ болғаннан кейін помидорымыз да ерте піседі, болгарскийіміз де ерте піседі. Бәрі өзіміздің огородтан шыққан. Чесногымызды да осылай бөліп аламыз. Бұдан көп чеснокты салуға болады. Менде чеснок аз болып қалды. Болгарскийді үй ішімізбен онша ұнатпаймыз, но дәмі әдемі болсын деген мақсатта саламыз. Ал енді банкаларымызды оңаратып, банкаларға ең алдымен еттерімізді салып аламыз. Осылай ең астына етті саламыз. Өйткені ол ет суда көп тұрады. Қайнай беріп суымыз азаятыны бар. Әдейі ас жағына теріп шығамыз. Осылай еттерімізді теріп салғаннан кейін бірін сала береміз. Картошкаларымызды бөліп салдым. Картошкаларымызды салып алғаннан кейін сәбізімізді салдым. Ең астына ет салғаннан кейін қалғандарын өздеріңіз қалаларыңыздай сала бересіздер. Болгарскийді осылай бүтін салдым. Өйткені пісіп дайын болғаннан кейін мен болгарскийлерді алып тастаймын. Помидорды ұната бермейді. Бірақ дәмі әдемі болу үшін помидорды салдым. Помидорды да сосын алып тастаймын піскеннен кейін. Осылай пиязымызды салып, банканы барынша нығыздап сала беріңіздер. Піскеннен кейін, тамағымыз піскеннен кейін картошка бәрі кішірейеді. Сосын азырақ болып қалады. Барынша көріп тұрғандарыңызда мен нығыздап салдым. Осылай салғаннан кейін тұзымызды саламыз. Тұз салғанда өте абай болыңыздар. Менде бір ретімде тұзым көп болып кетті. Барынша асаздан сала беріңіздер. Тұзымызды салып аламыз. Тұзымыздан кейін өздеріңіз ұнататын приправа түрлерін салуға болады. Лавр листін салуға да болады. Біздің үйде лавр жапырағын ұнатпағаннан кейін тәтті болып кетеді деп оны салмадым. Ең көп қолданатынымыз деп перц. Сіздерге ауырған кезде, әлде асығыс кезде осы тамақ жасауға кеңес беремін. Бәрін салып қойып, 3 сағат, 4 сағат көлемінде қайнаған сумен қайната бересіздер. Осындай кез келген сливочный масланы саласыздар, аз бөлшектен бетіне салып шығатын боласыздар. Бетін қат жауып, қазанымызға суымызды толтырып, қазан үстіне салып жібереміз. Қазір мен сіздерге көрсетем қалай болғанын. Міне менің банкаларым осылай болды. Астына мен майлық салдым. Сіздерге майлық салмасаңыздар да болады. Салмауды кеңес беремін. Өйткені банкам енді көтеріліп, майлығым бөлек болып кетті. Ал осылай. Міне менің тамақтарым дайын. 3 сағат көлемінде қайнап шықты. Қайнағаннан кейін мен оның жанына балдарым өздігімен жемейді. Сорпасын онша ұнатып іше бермейді. Сондықтан мен оған осылай күріш қайнатқан болатынмын. Күріш қайнату әдісі гуляш тамағымда да бар. Қалай мен күріш қайнататынымды. Күрішімді дайындап алғаннан кейін осылай пиалаларға салып, формасын келтіріп, әдемілеп
ыдыстарға салатын боламыз. Үлкендерге шамалы көптеу күріш, кішкентайларға аздау күріш. Осылай біз отбасымызда 6 адаммыз. Ең кішкентайым әлі тамақ жемейді. Қалған 3 балам мен жолдасыма өзіме осылай дайындап берген болатынмын. Видео қызық болса лайк басып, комментария қалдырып, барынша қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Әрбіріңіздің қолдауыңыз мен үшін өте қажет. Осылай күріштерімізді салып алдым. Күрішті жай ғана салып қоймай, оны әсемдеп, сәндеп салғанды ұнатамын. Көрсеңіздер, күріштер салып атқан мөлшерім әртүрлі. Балдарымның жасына қарай, жей алатын шамасына қарай өзім дайындап тұрмын. Ал осылай сіздер де жасап көріңіздер, үй ішулеріңізге ұнайды деген ойдамын. Осылай банкаларымыз алып, қазір ішін ашып көрсетемін сіздерге. Міне қанша шөккенін көріп тұрсыздар. Соның үшін барынша нығыздап сала беріңіздер. Мен жаңелде айтқандай кробымды алып тастап, болгарский помидорларымды алып тастайтын боламын. Өйткені үй ішіміз ұнатпайды. Осылай картоптарын жанына теріп аламыз. Еттері деген прям сүйегінен ажыралып керемет болып шықты. Мен бұны 2 түрлі қылып ұсынамын. Сорпа күйінде, ішетіндерге сорпа күйінде, осындай күріш жанына ішем дегендерге күріштің жанына дайындап берем. Суын осылай күріштің бетіне құям. Сонда күрішіміз дәмі әдемі, ерекше болады. Ал сіздерге ас болсын. Сіздерде жасап, үй ішулеріңіз қуантыңыздар. Сіздермен болған Гүлбахар.